Бәріңе сәлем достар, сендермен мен Темірлан Болат. Бүгін бізде бір өте қызықты, өте қорқыныш видео шығайын деп тұр. Бүгінгі видеода бізде участвовать ететін бізде екі безбашенный жігіттер бар. Кеңдер жігіттер. Адреналайн, брат, адреналайн. Ух, бля, что за малышка? 24 сағат я деп айтамыз деген сияқты видео болады. Біз бүгін задание орындайтын боламыз. Және де айтып кетейін жеги. Приз бар. Ең қызығы жаңа Тима маған айтқан за кадром. Қызық нәрсе бар деп. Аттан жел беретін деп. Қазір менде ақша жоқ, бірақ менде ақша пайда болады айдың басында. Сол кезде мен 50 000 теңге берем ұтқан адамға. Ебать, 50 000 теңге үшін адам өлтірем ғой мен қазір. Еркекше кім ұтады? 50 000 теңге берем. Еркекше, бүйгекше. Так что сендерде андай кішкене мотивация болу үшін бар ғой. Жайдан жай емес. Істеу үшін. Істейсің ғой, любойын істейтіндей болып дайындалып, заряженный болып келдім мен бүгін бар ғой. Тем более Баха бар екен. Баха деген өздерің білетін шығарсыңдар Баханы. Баха кезін RFC-де жүрді. Рухыңды шығарып алады. Нежданчик, бейби. Бірінші, сен Ерсаға қоясың. А что бірінші маған? Сен бірінші бол. Потом мен Бақытжанға қоям. Сен маған қоясың. Сондай болады. Мен бірінші түсінбедім жігіттер. Просто мен каналым менікі болған соң мен үшінші шыққым келіп тұр. Допустим, қара Баха маған қояды, и мен оны орындай алмасам, Баха өз орындау керек бола ма? Иә. Все жеги. Бастайық. Кеше по идее Баха маған қой керек болған задание, бірақ маған ол заданиені айтып қойды да, и мен реакциямды шығарып қойдым. Потом мен айттым Баха. Мен мына бір подопытный кролик қылып тұрмын мыналар. Бля, мен ертең реакциямды шығарамай қалам. Так что давай сен Ерсаға қой дедім мен. Давай, брат. Жо. Зассал он конкретно, зассал. Зассал. Жасаған менің қорқынышым ол. Оны бір рет маған туған күніме подарок еткен, бірақ мен бардым да істемей қайтып кеттім, ақшамды алып. Ебать, не но. Я зассал, он зассал. Ты сделаешь, брат, за нас, біз үшін сен жасайсың. Понял? Еркек, давай. Еркек. Әне, қол берді, міне. Короче, родной. Биіктіктен қорқпайсың ғой? Канаткадан секіру керексің ба? Ебать! Сука! Мен жек көрем, мен өмірімде ондайдан секірмеймін деп ойлағам негіз бар ғой. Бля, мен жек көрем, осындай жек көрем мен бар. Мен маған айтқан біреулер жүр барайық канаттан секірейік. Я такой, нет, вообще ұнамайды маған. Мне кажется, қазір Ерса камера өшет, Ерса өзінің реальный эмоциясын көрсетеді. Бля, долбоёб, неғып айттың маған? Мен қорықтым кеше, реально айтамын. Мен қазір на жерде былай сезініп тұрмын ол чувствоны. Қазір канатпен натуре ана жерге кейін кезде. Ана жерде? Ёб твоя мать! Сука! Выдвигаемся же. Кеттік бірінші задание. Болмайды сияқты мен айтамын, біріншіге басқа бірдеңе ойлап тауып. Бля, сен өзің секірмейсің ғой, маған не айттырсың? Секірмеймін енді, бля, қорқынышты болып біздес. Бля, ойлан көрсей, басқа бірдеңе. Перезапишем сейчас, Тима. Перезапишем, брат. Сти. Сука! Бля! Ёп твоя мать! Жеги. Мынан үстінен секіретін болып тұрмын ғой. Ерса ғана емес, мен өзім келіп жүрегім дүкілдеп отырмын аяқта прикинь. Ебай қорқыттым мен, өзім қорқыттым. Мен адамнан мынандай істеп отқан үшін үлкен рахмет. Бля, мен аяғымда шлепка ғой бірақ. Ничего? Носкимен секірем ба? Ұшайын деп тұр ғой қазір. Өліп кетсең, брат, не бересің маған? Өмірімді берем сенің видеоңды түсіруге, брат. Пижонды маған бересің ба? Пал, пижон саған, мерзді саған. Бля, біліп тұрдай, мен орындайтынымды бұнда айтыш. Түсіндіре алмайтын бір ощущение болып тұр.
успокаиваться ету керек сияқты мына видпен. Баха сенмен болады? Жана подписать еттік. Баха. Жана подписать еттік, өтасан мегін адам емес деген. Өліп кетсең, давай, последний раз. Көзінен көріп тұру. Баха, ты гнида. Докажи его сейчас. Все, давай, берік. Төмен жақтан мені сопровождать етіп тұрмын, жіктер. Все, жіктер. Удачи. Спасибо. Лифтті басыңдар жеңіп. Ой, блядь, мә, мәштен келді. Если чё. Мә, телефонға түсір, если чё, астыға. Баха. Блядь. Давайте чуй. Ебать, біз деген лифтқа кірдік. Третий этаж деді, Жеги, өте қатты қол алып тұрмын. Өте қатты. Менің Ерсаның емес, менің де жүрегім қатты соғып отыр. Бля, қорқып тұрмын, Ерса үшін қорқып тұрмын, негізі бірдеңе боқамай ма деп. Өте ана волнительный сәт болып тұршы. Мен Ерсаны признаю, Ерса мықты екенсің, брат. қазір секіру керек болады маған. Жігітше айтайын, биіктікті жек көрем бар ғой. Мама, я вас люблю. Жігіттер, секірем газ! На нахуй, шиши. Ебать! Ебать. Ебать! Ебать! Сырбіл көрдің бе? А сколько лет? Ебать, Ерса, красава! Красава, брат! Ебать! Ерса! Красавчик, Ерса. Ужас, ужас. У меня нога трясется. Это нормально, 5-10 минут придете в себя. Красавчик, Ерса. Қазір баханы до конца, брат, до конца. Давай, давай. Мы это сделали, брат. Баха. Сосать, баха! Ебать, Орындалды баха. ебать ощущение. Бля, молодец. Бля, орындадым ғой, жігіттер. Ма, енді мен заданием күтіп тұрмын. Бұл негізі Ерсанікіне қарағанда қорқыныш бір сезім тудырмайды негізі. Надан кейін любой заданиең уже хуйня шығар. Смело істеп кетуге болады. Егер сен ұялмасаң. Короче, шешінесің, брат. Мен де білмеймін. Трусымен пар батып жүгіріп шығарасың. Ебать, долбоёб, ба? Басынан соңына дейін. Осыдан қорқатын едім. Сен RFC-да, брат, денеңді көрсетіп жүре бердің ғой. Мен сен үшін ол фигня деп ойлаймын. Мынандай тема ғой, 50 мың ба? Или сен ар ұятың ба деген тема ғой, мына аяқташы. Далба. Бля? Менің күлетін жерім ғой мына өзі. Далба ғой, жігітше ғой. Зато қызық, брат. Брат, бля, Арбатта ма еще бүкіл танитын жерде нахуй. Маскамен давай ма? Бандитский маски киіп ал. Похуй. Давай. Ебать, тоқта нахуй. Давай. Просто Бақытжанды таниды ғой көбісі. Давай, маска ки. Маскамен жүгіріп шық. Тұрыс үй болады. Істей аласың да соны, брат. Чисто давай. Как спортсмен, брат. Парбат, баха сен парбату жалаңаш жүгіргін кеп тұрған сияқты ғой, я? Эй, я деп айтың керек, 24 сағат, я. Бля. Ну-ка, азану. Баха, сен парбату жалаңаш жүгіргін кеп тұрған сияқты ғой, я? Жоқ. Пассаж деген бар ғой. Содан бастап, ана көше біткенше ғой. 50 мың теңге на кону, брат. Бля, ну пиздец ғой нахуй. Далбай пиздец ғой нахуй. Баха сен деген натуре сломаться еттерсің ғой. Сен Sony'ді ұстап аласың. И жүгіреді. Да, байып, это Берік түсіріп жетсең жүгірген, сырттан берік түсіріп жет. Ой, мен. Отағымыз даже операторды ғой пиздец. Нет, отказ нахуй.
Жо жиги натуре ма? Өзің жүгірейін деп тұрсың ғой примерно. Тима өзің жүгірейін деп тұрсың ғой примерно. Баха, натуре ма? Хочешь, бля? Похуй, Облегчить етем. Қалай? Аяқ киімдерін шешіп тастайсың, чисто шорты болады онда, давай ма? Шортиңді бітсаймыз. Шортыңды битесің да, и мынаны шешіп тастайсың, и шешіп жүгіресің. Облегчу, брат. Трусы емес, шорты болады. Қазір сөйлесеміз. Орын жоқ қой. Бірақ мен айналып барам, брат. О жақта да паркинг жоқ қой. Әне. Ой, Баха, как тебе не повезло. Бір десің. Жиги, Арбатқа келдік. Баха, что там мнение? Адам деген дофига ғой, брат, ана жақта 500-600 адам жүрген сияқты деді. Жүр, бүгін еще демалыс күні, воскресенье. Ерса! Бергесей. Баха, саған міне последнее предложение, брат. Футболканы шешіп тастайсың, шортымен, аяғың жалаң аяқ. Бетіңе маска киіп алсаң болады. Я или жеңілесің? Қарашы ана жақта адам дохуя ғой, братан, ты че нахуй? По центру первый өтесің. Қыздар, машиналарың күшті ғой. Қыздар, здесь. Что там, брат? Последнее предложениеміз осы. Жасай алсаң, жасай алдың, жасамасаң 50 мыңнан айырыласың. Оқу кеттік, аяқ киімсіз жай ғана. Қумаш? Зато түріммен. Қазір уже Баханың осылай-ақ жүгіргеніне шүкір болатындай болып қалатын болды ғой. Похуй, киіммен жүгіре берші, Баха деп қалайық деп тұр. Істейсің ба? Істемейсің ба? Қолың не ол? Ұстасаң істейсің деген сөз ғой. Үрбай, бүйтіп айтпайсың ба сен? Қолымды берем, 100 мың, нахуй. Істейсің ба, істемейсің ба деп ше. Последнее предложение. Похуй, ұтсаң 60 мың берем. Блядь, нахуй. Істемейм, нахуй, жігіт жайдым. Істейсің ба, Баха? Жігіт жайдым, істемейм. Баха кетті, Баха бізде шығып кетті ойыннан. Мен без маски. Қазір Ерсама шортын шешіп береді. Шортыйды кием, жалаң аяқ нахуй. Жүгіріп өтем мен. Айбетпендері, кешіріңдер, пожалуйста, кешірім сұраймын. Достар, араларыңда спортқа немесе киберспортқа ақша тіккілерің келетін адамдар болса, онда сендерге 1xbet компаниясын ұсынамын. Менің промокодыммен Болат 1x. Бірінші депозитке 260 мың теңге алсаңдар болады. Ссылкасы закрепленный комментарийда болады. Кіріп, ойнайын деушілер, ойнап кетіңдер. Сәттілік. Волноваться етіп кеттім қазір. Волноваться етпе, брат деген әңгіме ғой. Егер біреу сұраса айтам, ыстықтап кеттім деймін. Бля, мен надан қорқып тұрмын. Мен мына жерге дейін жүгіріп келем. Светофор қызыл. Бля! Бля, ана жақта 500 емес, бля, мың адамдай бар ау, общий Арбатта. Кішкене качок кезімде жүгіруім керек еді негізі. Май басып кеттік кішкене. Девочки! Давай! Держи меня! Сволочь, пошли-ка. Салам алейкум, Джиги! Салам алейкум!
Что там, жігіттер? Да, сука. Бля, хуйня, по идее, бар ғой. Что там, жігіттер, выполнено ма? Выполнено ма? Все, жиги, менің заданиям орындалды. Екеуінен де сұрадым, орындалды ма деп, орындалды дейді. Бақа, к сожалению, шығып кетті, мен қала бердім негізі. Дагенза барғаным. Бірақ, тоже красавчик. Ерса, вообще красавчик. Көрдіңдер ғой өздерің. Бір сөз айтпаймын. Өздерің түсініп тұрсыңдар ғой. Кто есть кто? Сен айтасың. Кто гангстер? Кто гангстер? Екеуің молодецсіңдер, молодец. Не зря, брат. Жастарды қолдау керек. Енді біз енді қартайдық кішкене. Ерса, менен үлкен болады. Кешірім сұраймын, бәрінен кешірім сұраймын, халықтан кешірім сұраймын. Халықтан емес, подписчиктардан. Я, подписчиктардан кешірім сұраймын. Істей алмадым, жігітше. Вот Ничего. Зато Ренжімейміз. 50 тысяч тенге у нас останется. Ренжімейміз, брат. Все, Бакс, ты выбываешь из игры. Ерса екеуміз қалдық. Келесі серияда, егер сендер 10 мың лайк жинасаңдар, біз келесі серияда чисто Ерса екеуміз 50 мың теңгеге таласатын боламыз. Потому что осы видеоға түсіре салайық десек, маған кету керек болып тұр. Иә, Түсіндіре салайықшы лучше. инсталарға жазылып отырыңдар. Ерсанікіне жазылыңдар. Бақанікіне жазылыңдар. Сосын менікіне жазылыңдар. Все, давайте. Бәріңе рахмет қарағандарыңа. Басында қыз ойнап, күнде мәжілісінде ойнап, екі манақ. Айтта бар, қайтта бар, қыздарға сәлем, айтта бар, жиналған қыз бозбала.